Сәлем барлықтарыңызға, менің кезекті Pinduoduo туралы видеома қош келдіңіздер. Осыған дейін де Pinduoduo туралы видео түсірген болатын. Оған 8-9 ай болып кетіпті арада. Ол қателікті жөндеуге тырысамын. Ендігі келесіде сұрақ-жауап айдарында бір аптадан кейін видео түсірмек ойым бар. Сол үшін егер Pinduoduoға, Қытайға, 1688-ге байланысты сұрақтарыңыз бар болса, осы видеоның астына қойып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Ал бүгін сіздерге Pinduoduoға осы арада болып жатқан жаңалықтар туралы айтатын боламын. Бәлкім бір жерлерден көрген болуларыңыз мүмкін, түсініктірек ашып көрсететін боламын. Ал сіздер видеоға лайк басып, сұрақтарыңызды жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші жаңалық, ол маған бүгін таңертең осындай сұрақ келген екен. Сол сұраққа байланысты мен осындай сұрақтарға жауап берейін деген секілді ой туды. Сонымен осы видеода туды. Сайтта корзинаға кіріп таңдаған кезде товардың бағасы өзгереді ғой. Мысалы 8-де бірдеңе болса, қызылды басып алғанда баға өзгереді. Сосын картаға тағы ұстайды ғой, түсінбедім дейді. 3% немесе 2 юань. 3% дегеніміз ол барлық банктардың арасында бар сондай комиссия. Мысалға сіздер Халық банктен Каспиге немесе Каспиден Халық банкке аударым жасайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде өздерінің комиссиясы бар, 150 теңге, 200 теңге деген секілді. Дәл солай Pinduoduoның ішінде де 3%, Taobao'да да 3% өзінің комиссиясы бар. Баяғыдан бұрыннан келе жатқан ол шетелдік, олар үшін Қазақстан шетел болып табылады, сол үшін шетелдік банктердің арасында 3% комиссия ұстайды. Бірақ жақында, яғни бір айдан асып кетті, 2 юанға ауысты. Неге ол 2 юань десеңіздер, 66 юанға затыңыз толмайтын болса, яғни 66 юаннан арзан болатын болса затыңыз, онда сізден ол 3% комиссия жеткіліксіз деп, олар оны 2 юан қылып қойды, тұрақты. 66-тан ары қарай 3% есептейді, ал 66-ға дейін кез келген 10 юан қалсаңыз да, 30 юан қалсаңыз да, сізден 2 юан комиссия ұстап қалады. Міне, мынау менің 7-8 ай бұрын жасаған покупкам. Осы жерде қараңыздар, 3% ұстаған, әлі де 2 юандық жоқ, 3% ұстаған, 0,66. Ол өте бізге былай қарағанда тиімді еді. Ал қазір 22 юанға бірден 2 юан ұстайды. Өйткені ол 66 юанға жетпейді. Бұрынғыдан қарағанда 100-200 теңге дей ұтыламыз. Енді ол заттардың арзандығына көбіне мысалсыз 3 юаньдық зат алсаңыз, ол тіпті ыңғайсыз. Сол үшін сіздерге кеңесім, корзинаға заттарды толтырып алып, мысалға шапка аласыз, біреуден носки аласыз, бір жақтан двойка аласыз, бір жақтан үй керегін затын болса, оларды біріктіріп, 66 юаннан астырып, 3%-ті кәдімгідей төлейтіндей қылып алыңыздар. 2 юаньды босқа төлемеңіздер, әрқайсына бөлек-бөлек деп кеңес беремін. Мысал ретінде көрсетейін, қараңыздар. Мынау 66 юаннан асып тұр, 132 юань. 132 юаньның 3%-ті 3,97 екен. Сонымен біз 136 юань төлейміз. Мына жерде де 115 юань, 66 юаньнан асады. Сол үшін оның өзінің процентімен, 3%-мен 3%-ті 3,46 юань. Сонымен есептеп береді. Енді осы 3%-ті сіздер егер тауармен айналысатын болсаңыздар, яғни саудамен міндетті түрде есептеп жүріңіздер. Көбінесе адамдар бір двойканың бағасы 36 юань деп көріп алады да, клиенттерге де солай айту мүмкін, 36 юань келген кезде доставкасына төлейсің деп. Немесе оның үстіне қостым деп ойлаған кездің өзінде осы 3%-ті қосуды ұмытпаңыздар. Сіздер 36 юанға 2 юань төлейсіздер, значит ол двойканы сіздер 38 юанға алып тұрсыздар. Міндетті түрде 3 юаньды да қосып айтыңыздар. Кез келген распаковка видеоларын көрсеңіздер, Инстаграмда өз бағаларын айтады. Сіздерге ешкім 3%-ті қосып айтпайды. Сол үшін сіздер міндетті түрде 3% есептеңіздер. Ол кейбір кезде 100 теңге болуы мүмкін, 100 теңгенің арысына берісіне десеңіздер. Мысалы, осында 200 юанға дейін зат алатын болсаңыздар, қараңыздар, бұл жерде 150, 200, 400, 500 деп көбейе береді. Немесе мүлде процент төлегілеріңіз келмесе, WeChat жазып алып, WeChat арқылы, яғни WeChatқа тіркелу бөлек
ол тақырып. WeChat арқылы сіздер ешқандай комиссия ұстамай төлем жасай аласыздар. Немесе Alipay, егер 1688 тауып алумен жұмыс істегендер бар болса, Alipay'ді толтыру арқылы да Pinduoduo'ға төлем жасай аласыздар. Ол кезде ешқандай процент ұстамайды. Келесі, екінші жаңалығымыз ол Pinduoduo Optum сайт емес. Бұған дейін көп адамдар Pinduoduo'дан бір двойканың 5-6 түрінен заказ беріп, 5-6 размерінен заказ беріп деген сияқты сауда-саттықпен айналысып жүрген болуларыңыз мүмкін. Ал енді ондай кішкене қиынырақ болады, өйткені Pinduoduo қазір әлі бастамасы, кейін олар бір зат алған арзан тиімді қылады да, ал 3-4 зат алсаңыздар, одан сайын қымбат бола түсетінін жағдайға алып келеді. Әлі де 3-4 зат алсаңыз скидкалар болып жатыр, бірақ мен сіздерге мынандай түрін көрсетейін, ол қалай екенін. Мысал ретінде, қараңыздар, мына аяқ киім скидкамен маған 48-де 9-ға береді екен. Ал негізгі бағасы 55-де 9. Енді мен алатын болсам, бір штугын сондай баға. Ал мен оның 2 штугын алатын болсам, баға міне бірден өзгерді. 55-де 9, 55-де 9. Және де тағы да скидка жасады. Бірақ осымен де скидкамен есептеген кезде мен 1 юанға мына бағадан ұтылып тұрмын. Ал егер мен 3 осы аяқ киімнен алатын болсам, онда 2 юанға ұтылып тұрмын мына бағадан. Сол үшін сіздер осыны егер 200 зат алатын болсаңыздар, міндетті түрде қарасаңыздар, және осыған сіздер тағы да плюс 3% қосып төлейсіздер. Соның бәрін есептеп 16.88 бен салыстырыңыздар. Егер 16.88-ді білетін болсаңыздар, өйткені Optum сайт ол 16.88. Мысалға, мынау көйлек. Мына көйлектің бағасы скидкамен 34-де 98. Бір штук алсам осындай баға. Ал егер осыдан мен 3 штук алатын болсам, өз бағасымен беріп жатырмын. 37-де 98 деген. Мен оны мына бағамен 104-де 94 юанға алатын болсам, ал қазір олар ондай біз Optum емеспіз, біреу алсаңыз ғана сізге выгодно мынандай бағада береміз деп тұр. Сонда жерде 4 юань біз ұтылып жатырмыз. Сол үшін міндетті түрде қайталап айтам, 16.88 Optum сайт, мына жерде Д түсіп қалған екен. Тікелей заводтар бар ішінде, және 16.88-ден алған кезде адамдармен саудагерлер өте жақсы сөйлеседі, және возвратты да жақсы қайтарып деген секілді болады. Ал Pinduoduo'дан өз басым мен Каспийде затпен сатумен айналысқаннан кейін Pinduoduo'дан берген кездерім болды, бірақ олар ақтың орнына кейде розовый салып жібереді, жасылдың орнына ақ салып жіберген кездері болды. Ол кезде мен олармен қайтара алмаймын, главный ол маған затты беріп тұрмын дейді. Мысалға бір двойкаға заказ берген едім қара түсіне, олар маған бежевый түсін салып жіберген деген секілді Pinduoduo болады. Өйткені ол біз секілді продавецтер, яғни Каспийде зат сататындар секілді әйтеуір сауда-саттықпен айналысатын адамдар. Ал Optum сайт 16.88-де отыратындар тікелей завод болуы мүмкін, заводтың менеджерлері болуы мүмкін, немесе дропшиппингмен айналысатын адамдар болуы мүмкін. Бірақ олар егер ол зат жоқ болса, міндетті түрде сізге хабарласып, бұл зат жоқ, сіз отмена жасайсыз ба, немесе сізге ағын сала берейін ба деп алдын ала хабарласады. Pinduoduo'да ондай хабарласпайды. Үшінші жаңалығымыз, сіздер барлықтарыңыз байқаған боларсыздар, бұл жаңалықтың болғанына біраз болып қалды. Жаңа пост деген, яғни Қазақстанның өзінің адресіне ешқандай каргосыз-ақ тікелей осы өздері Қазпочта секілді почта ашты, жаңа пост деген. Мен бұл жаңалық ретінде айтып жатырмын, ұсыныс ретінде емес. Мен өз басым бұл жаңа постпен қолданбаймын. Өйткені қараңыздар, 4 доллардан басталады деп тұр. 4 доллар деп тұрған жоқ сіздерге. Басталады десе, ол 4-те 5 болуы мүмкін, 5 болуы мүмкін, 6 доллар болып кетуі мүмкін. Келген кезде доллардың да бағасы қымбаттап кетуі мүмкін деген секілді. Сол үшін ұсынбаймын, бірақ та осындай бар екенін айта кетейін дедім жаңалық ретінде. Және құрбыларым бар, қолданып жүрген 14-15 күнде алдық деп жатыр заттарын. Бірақ олардың үйлерінде таразы болмағаннан кейін, саудамен айналыспайды, өздерінің үйлерінен заказ бергеннен кейін, олар оның килограммына қанша төлегендерін түсінбейді. Әйтеуір 7 зат алдым, 5000 теңге төледім, ол маған ыңғайлы ма, дұрыс па деп сұрап жатыр. Мен айтам, 7 зат емес, килограммына есептеу керексіз деп. Келесі, 4-ші менің жұмыс істейтін, мен Қытай карголарымен жұмыс істеймін. Өйткені мен Optum зат сатқаннан кейін, Каспийде зат сатқаннан кейін Optum алғанды жақсы көремін. 2,5-3,5 доллармен есептеп береді. Алған затымның көптігіне байланысты.
Қытай карголары деген ол мүлдем бөлек тақырып, өйткені оларда отслежка жоқ, бір түйір затыңызды жеткізіп бермейді. Олар 10 килограммдап, ең минимальный 10-20 килограммдап жеткізіп береді. Одан кейін төртінші жаңалық, доставка уақыты ұзақ магазиндер бар. Яғни оны сізге жазып қоятын магазиндер бар. Кейбір магазиндер 48 сағат деп жазып қояды, бірақ өкінішке орай сол 48 сағаттың ішінде жібермеуі мүмкін. Мысалға сіздер сағат белгісінде ұзақ уақыт затыңыз тұрып қалса, онда оны сөйлесіп возврат жасауға кірісіңіздер. Бұған сурет ретінде, мысал ретінде қазір болмай қалды, тек 1688 сондайлардан бар еді. Олар міндетті түрде сіздерге уақытын көрсетіп тұрады. 25 октябрьда жіберем, 17 октябрьда жіберем, бүгін 7 октябрь, мысалға деген секілді. Ол дегеніміз, ол магазинде ол зат жоқ в наличии. Ол оны басқа заводтан алдырады, сосын барып упаковкалап сізге салып жібереді деген сөз. Ал Pinduoduo оған рұқсат берген. Яғни сіздер доставка уақытын өзіңіз ыңғайлап аласыз деген секілді. Ал кейбір магазиндер айтады, бізде скидка бұл затқа 5 күннен кейін ашылады, сол үшін біз сізге 5 күннен кейін ғана жібере аламыз деген секілді бар. Егер де затыңыз сағат белгісінде, фурадан бұрынғы сағат белгісінде ұзақ уақыт тұрып қалса, онда оны возврат жасасаңыздар болады, немесе продавецпен сөйлесіп келісім шартқа отырсаңыздар болады. Яғни әйтеуір жібереді ғой деген сеніммен. Осы мен сіздерге айтқым келген жаңалығым. Соңына дейін видеоны қараған болсаңыз, сізге көп рахмет. Және де қандай да бір сұрақтар мазалаған болса, жазып кетіңіздер. Ендігі видеоларда жауап беруге тырысамын. Жақсы, сау болыңыздар.